Армысыздар канал тыңдармандары, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа әңгіме «Пойыздағы мазасыз түн». Пойызға біреуді шығарып салсам, қарадан қарап көңілім құлазып, өзім мінсем сол кеткен жағымнан оралмайтындай бір алаң кіретіні рас. Рас түсініксіз сезім. Қашанғыдай көмір мен майдың, қолаңсасы аралас ащы тердің, бұрыш-бұрышты жайлаған зәрдің, Астанаға жақындағанда жұрт үстіне асығыс шашқан арзан әтірдің иістің қосындысы вагон үшін тұтып қалыпты. Қостанай Алматы пойызы жылқып барып, жолаушылардың екі қадақ қуанышын, мың жылғы мұңы мен зіл батпан қайғысын ішіне сыйдырып қозғала бастағанда, сыртта Астананың суық желі соғып тұрған. Бірте-бірте перрондағы қимай қарап тұрған жанарлар жалт етіп, бұлғанған қолдар ауа қармап, ауыздар жыбырлап, әлдене деген күйі кірі бес батпан терезеден жым-жылас жоғалып, шалғасынан жатқан дала көрінді. Иреңдеген алып құрт бірте-бірте қарқын алып, суық желді қақ жарып жетіп келеді. Сырты ағал-жағал, мыжырайған жалғыз үйлі разъездерге көз тоқтатып үлгермейсің. Алыстан көзге шалынатын қазақ ауылдары соғыс көргендей тым жүдеу. Әйтеуір қазаққа бұйырған нәрсенің бәрі көнетоз жүдеу, әрі мұңлы күй кешіп тұратыны несі екен деп ойлайсың. Тек салқын самалға кеудесін тосып тыныстап, момақан жатқан дала ғана жаңалау көрініп, қай өңір, қай облыстың тұсында келе жатсаң да, қыраты мен белгі көзге жыл ұшырайды. Купедегі үш әйел де жайғасып үлгеріпті. Қасыма ер адамдар түспесе екен деп тілеп келіп едім, жолым болғанына іштен қуанып қоям. Шашын сарыға боятса да, онысы өңін аша қоймаған қара торы келіншек пойыздың тебіреткеніне рахаттана маужырайды. Үстіне сепкен аттардың исі нәзік екен. Өзара күбірлесіп сөйлесіп жатқандарында қасындағы стразды жапсырып әдемлеп, мұқият әрлеген озық тырнақтармен телефонның бетін тауықтың жем шоқығандай тық-тық басқан толық сарысы құрбысы болу керек. Қарама-қарсы отырған әйелдің түр әлпеті адамның есінде қала бермейтіндей қарапайым, шашын тым қысқа қидырған бидай өңді, көзінің асты аздап көгіс тартқан, қырмұрында жұқалтаң еріндер үйлескен арықша әйелді қазақтың бейнетті көп келіншектеріне ұқсаттым. Ол терезеден бірауық көзін аударып, арасында мен жаққа қарағыштап қояды. Екі құрбының өзара күбірлескені болмаса, өзгеміз үнсізбіз. Негізі пойызда танысып, арқа-жарқа әңгімелесе кеткенді ұната бермеймін. Бәрібір былай шыға бере, ол адамды ұмытып қаласың. Әрі оның қандай адам екенін де білмейсің. Бір көрген адаммен отыра қалып шай ішуде қалай болғанда да өзіңмен өзің болғанға жетпейді. Өзімнен өзі болатын тыныш адамдар ұнайды. Сықпытына қарасаң кәрі шешеммен құрдас көрінетін буылтық матрас төменге сырғи береді. Ішіндегі мақтасы түйіртпектелген жастықтал вагонның жел өріп тұрған бұрышын бітеген болдым. Сілкімей-ақ 40 жылғы шаңы ақтарылатын алаша секілді ұсқынсыз қоңыр жамылғыдан пойызға мінген сайын көзім ұшынып, конъюнктивитке айналып кететін ойлап, оны әрірек қысырдым. Адам жас уағында жайлылықта онша мән бермейді. 20-дағы кезінде күй талғау, ұйқысыздық дегенді білдік пе? Шамасы үлкендік кірейін деді ме? Пойызға мінсем, бабын табылмай мазам қашады. Енді ертең қашан болады деп мөлиіп отыру ғана қалды. Сағат ертеңгі 10 болмай мінсек те уақыт түске енді тырмысып келеді. Соны Айоканың Синева небес деген кітабының біраз жерін оқып тастаған едім. Шығарма қанша қызықты болғанмен, телефоннан оқығанда, кітапты қолға ұстап оқығандай ләззат алмайтының болмаса, ұзақ жолда бұл да ермек. Сәлден соң екі құрбының тамақ ішпек болған ыңғайларын байқап, дәлізге шықтым. Ере шыққан бидай өңді келіншек әжетхана жаққа кетті. Одан тамбурда теріс қарап ұзақ тұрды. Пойыз рельсі қаттырақ ұрғылап жатса да, көрші көпедегі әңгіме анық естіліп тұр. Бейтаныс жігіт қасындағы екі-үш бозбалаға өзінің қыздарды қалай айналдырғанын жыр қылып айтып жатыр. Тыңдаушылар да оған жел беріп, қосам жарласып қояды. Бір купедей корей сәбізінің, біреумен Қытай кеспесінің иісі шығып тұр еді. Купелес әйел иығын қушитып басын төмен салып, құнысқан күйі қасымнан өтіп кеткен кезде мұрныма спирт иісі келгендей болды. Купедегі орным жоғарыда болғаны мұндай жақсы болар ма? Бидай өңді келіншек жұпынылау ауқатын алдына алғанда, мен де орныма отырып, қораптағы айранды іштім де, қолыма алма алып, оқуды жалғастырдым. Ұсақ әріптер көз алдыма жыбырлай бастаған, бір уақытта көзім ілініп кетіпті.
Оянып басымды көтергенімде бидай өңді әйел қуанып кеткендей болды. Рахаттанып ұйықтадың ғой. Жаңа жаңбыр жауды. Танымаса да жасы үлкендігіне салып сен деп сөйлеген әйелдің даусынан бір қуаныш лебі сезіледі. Жаңбыр жауғанына қуанғанына қарағанда көптен дала көрмеген. Бәлкім ұзақ уақыт ауруханада жатқан адам шығар. Әйтпесе вагон терезесіне тамшы жабысқанын мен де көргем, бірақ соған мән бермегем. Төменге түсіп отырдым. Манағы құрбылар инстаграмдағы біреулердің аккаунтын талқылап, интернет дүкендерінің тауарлары туралы айтып отыр. Осы пойызға мінгенде уақыттың баяу жылжитын несі екен. Бидай өңді әйел тағы да өзінше байқатпай жүзіме барлай қарайды. Жүзінде осыны қайдам көрдім деген сұрақ бар. Сіз мені біреуге ұқсатып отырсыз-ау дедім шыдамай. Қайдан білдің? Түстен бері қарай бересіз. Бір жерден көрген сияқтымын. Зонада болған жоқсың ба? Жайбарақат отырған екі әйел біз жаққа жалт қарағандай болды. Әйелдің осы сөзі оның жүріс-тұрысының, киімінің, бет әлпетінде тұрған уайымның неге өзгеше көрінетіндігін жұмбағын шешіп бергендей болды. Зона дейсіз бе? Түрмені зона дейтін ойымда түсті. Жоқ, Құдай сақтасын, болған емеспін дей жаздап барып, жұмыс бабымен бір-екі рет барғаным есіме түсті. Иә, болған бір-екі рет. Бұл жауабым өзіме әрі тосын, әрі қызық көрінген. Оның үстіне тар жерде зерге бастаған едім. Менің жауабымды естіген екі құрбың көздер бақырайып кеткенін көргенде, ішімнен аты жөні жоқ бір күлкі қыстым-ау. Статья қандай? Бірдеңесінші статья дейін десем, ол жағын біле бермейтін болғасын үнсіз қалдым. Онымды әркім өзінше түсінді. Түзету мекемелеріне журналист ретінде барғанымды сәлден соң айтармын деп ойлап қоям. Әйел купеден шығып, 10 минуттай кідіріп қайта келгенде арақ иісі мүңкіп кетті. Дүниеде ішкен адамды жек көрем, мас адамнан қорқатыным да бар. Оның үстіне әйел адамның арақ ішкені не сұмдық, өзі зонадан шықса. Ал не істемек екен деп екі құрбыға қарап қоям. Олар ештеңе елемегендей, қасымдағы көршім арақ ішейді деген деп жол серікке барып шағым жасауда ыңғайсыз. Өзі артық ауыз сөйлеп жатқан жоқ, өзімен өзі. Сонда да ішімнен дәл осы купеге отырғаныма өкіне бастады бір ойым. Мүмкін бұл әйел шынымен де мені біреуге ұқсатқан шығар. Болмаса әңгіме болсын деп жай ғана айта салған шығар. Ал өз сол жақта аспаз не күзетші болып жұмыс істеуі мүмкін ғой десе, бір ойым, әншейінге ізгілік, әділеттілік туралы мақала жазасың. Енді несіне жиырылып отырсың? Өмірде әділетсіздікке тап болған адамдар да болады. Бұл әйелде қателесіп жаза басқан шығар дейді. Телефонымнан көзімді алмаған күйі, купелесің ұнасын намасын шыдау керек. Ертең таңда Алматыға түсеміз. Бар жоғы 12-13 сағат. Қазір ұйықтаймыз. Сосын оянғанда таң атады аз қалды деп ойлап, өзімді өзім жұбатып отырдым. Сәлден соң купеден шығып кетіп қайта кірген екі келіншек жиналып жатты. Тоқтайтын станциялар жақындаған шығар деп ойладым. Бізден аулақ кетті деп мырс-мырс күлді. Қысқа шашты әйелдер олар кеткен соң. Неге? Зонада болғанымызды білді ғой. Әйелдің сөзін ұнатпасам да ол екеуінің осы купеден шығып кеткенше асыққандарын өзімде байқағанда едім. Тап осы бір сәтте көңілсіздік билеген ай. Біреулердің сенен үркіп, не секем алып кетіп қалған сонша жақсы әсерге бөлемейді. Оның үстіне мына әйелде ұнамай барады. Сонда мына купеде осы кісімен оңаша қалғаным ба? Үстінен әлде бір иіс шыға ма өзінің? Түрі де бір түрлі көнетоз. Өзінше мені жақын тартып қоятын қайтерсің. Мен сіз деп сөйлесем де, сен деп. Қайта манағы екеуінің болғаны жақсы еді. Енді келесі станциядан біреулер мінсе екен деп тілеп отырдым. Тап осы сәтте манағы босап қалған орнынан аңқылдап ақтарылып әңгімесін айтып, шайға қанбайтын кәрілеу қазақ кемпірім, болмаса бала көтерген жас отбасын көргім келді. Баласы кішірек болса ойнатар едім. Қайтадан оқып жатқаныма үңілдім. Осы жапондар әңгімеші халық қой деймін. Әйтеуір танымал 6-7 авторын білем. Баурап әкетеді. Кобо Абэ деген сөйлеп кеткенде қазақ болып елестейтін айтсаңшы. Ал соны Аяконы психологияны ерекше меңгерген жазушыма дедім. Әйтеуір сендіріп иландырып баяндайды. Өзі өткен ғасырдың басында өмір сүрген жазушы әйел. Осы кезде қасымдағы әйелдің даусы ойымды бөлді. Ештеңе етпейді сіңілім, оңаша қалдық. Өзіміз отырып шай ішпедік пе? Осылай деп мұрнының астынан мырсылдай күлген әйел ортамызды бөліп тұрған үстелдің үстіне бір жартылықты қойды. Манадан бері кіріп шыққан сайын ұрттап келіп жүрген осы болу керек. Ішіндегісі ортасына түсейін депті. Шеті кертілген шұжығы тағы бар. Бір түрлі сескенейін дедім.
Сұрамастан менің кружкамды алып арақ құя бастады. Кешіріңіз, сұрамайсыз ба, мен ішпейтін едім. Қой, қаяқтағын айтасың, зонадан шығып ішпеймін дегеніңе кім сенеді? Бұл сөз мені тіпті басып, жаншып тастағандай болды. Өзімше түзу жүріп тұратын адаммын деп жүргенде, зонадағы адамға ұқсатқаны да, кружкама шөпілдетіп арақ құйғаны ба, жыныма тие бастады. Әй, өзіме де обал жоқ. Не жыным бар еді зонада болдым деп. Мен зонада болғам жоқ. Неге? Жаңа ғана болдым деген жоқпысың? Жай айта салғам, журналистпін, түзету мекемелеріне репортаж жасауға барам. Әйел аузына апарған арағын толғап бір жұтты да, бет аузы жиырылып барып, ернін шүртитіп, езуін сүртіп маған қарап отырып қалды. Әйел баласының арақ ішкені қандай сұмдық көрініс екенін жақыннан көрдім. Түзеу мекемесі дейді ғой, әлдағандай қылып. Зона десе, Петропавлда ма? Иә, қайдан білдіңіз? Бәсе айттым ғой, бір жерден көрдім деп. Ол бір алақанның екіншісіне шарт еткізіп ұрды да, шөлмектен өзіне тағы аздап құйып алды. Мен өзімді еркектің қасында отырғандай сезіндім. Ішім суып бара жатыр. Осы сендер сотталғандарды телевизорға түсіруге ұялмайсыңдар ма? Бала шағалары көреді-ау, ұялады-ау деген жоқ. Әйел маған ұрса бастады. Жоқ, біздікі телевидение емес, фотоға түсірдік. Бұл жауабым одан сайын ашуына тиді. Аха, тіпті жақсы, тіпті керім жақсылық жасайды екенсіңдер ғой онда, деді екіленіп. Сендер суретке түсіресіңдер, сосын оны газетке, түрлі түсті журналға басасыңдар. Ал олар сол кезде ішінен жылап тұрады. Соны неге түсінбейсіңдер? Жұмыс қой, министрліктің тапсырмасы болады. Даусым ақталғандай шықты. Мен осы әйелден қорқып отырған жоқпын ба деп ойладым бір сәт. Бірақ несіне қорқамын? Маған не істей қояр дейсің? Біз оларды суретке тура қаратып түсірмейміз ғой. Киім тігіп, не жөке тоқып отырғанда жанынан кім екенін көрсетпей түсіреміз. Ай, қойшы деп қолын бір сілтеді. Манағы тым-тырс отырған әйел батылақ. Мен орнымнан тұрып төсегіме жатпақшы болдым. Әл ерте ғой, тал түстен жатпақсың ба? Ақыры журналист екенсің, әңгімелесейік те. Қараңғы түскенмен сағат әлі 9-да болмаған екен. Мына елдің жайы белгілі болды. Енді өзімді қалай ұстасам екен деп отырмын. Мұнандан кейін сөмкеңді заттарыңды қалдырып купеден шығып кетуде, болмаса теріс қарап жатып қалуда бір қауіп ойлата бастады. Журналист екенімді бекер айттым. Не жыным бар еді мақтанғандай болып. Зонада болдым деп. Аузымнан жазып ал саған керек осы болса деп, ішімнен өзіме ұрсып кәдімгідей өкіне бастадым. Әй аузым-ай, қап қарап отырмай, қағынып, қап. Жолсерікке барып басқа орын сұрасам бекен, бірақ оған тым кеш болып кетті. Оның үстіне басы артық орын бола қояр дейсің бе? Не болса да өзінен есескеңкіреп қалғанымды білдірмейін деп сөмкенің қалташасынан шекілдеуік алып орныма қайта отырдым. Әйел дәлізге шығып кетіп, шылым сасып қайтып келгенде терезеге үңіліп қарауытқан ағаштарға қарап отыр едім. Айтпақшы, атым Жанар. Жанып тұрған қыз болсын деген шығар, бірақ жанбай түтіндеп бықсып сөніп қалдық қой. Осы сөзін мыңыншы рет қайталап отырғаны оның әбден жалыққан дауыс ырғағына білініп тұрды. Уақытты қалай өткізсем екен? Кітап оқи беруге купенің шамы қауқарсыз, телефонның қуаты да таусылып барады. Сонда сотталғандардан сұхбат аласыңдар ма? Не жазбақ болып барасыңдар? Енді пробация, еңбекпен түзеу, жалпы ізгілендіру бойынша жасалып жатқан қадамдар. Мен өзімнің миымның бір қалтарысында жатқан жаттанды сөздерді айта бастадым. Ай, қоя берші. Ол тағы қолын бір сілтеді. Бәрі өтірік. Сол өтіріктерінен өздерінде жалықпайсыңдар тегі. Бұдан әрі оның әңгімесін тыңдауға да, сөйлесуге де зауқым болмады. Апам, не болса да жалпы вагон жақсы адамдардың бәрін көріп отырасың. Неше түрлі адаммен танысып, шайыңды ішіп, қауқылдасып, әрі қауіпсіз дегенде оның сөзіне күлгенім есіме түсті. Ақтарылып аңқылдап жүретін ауыл адамдар оншалықтың өзіңмен өзің болдың рахатын түсінбейді деп ойлағаным бар. Ал саған оңаша купе керек болса. Бір сағат өтті. Манағы кетіп қалған екі әйелдің орнына басқа жолаушылар келер мекен деген үмітім де адыра қалған түрі бар. Әлде жолсерікке барып, бізде екі адамға бос орын бар деп айтып келсем бекен. Менен сұхбат алмайсың ба журналист болсаң? Бірақ байқа, мен айтты деп бір ауыз өтірік қосушы болма. Сендерді білем ғой. Мына әйел қызып алдау. Ары қарай не болар екен деп отырмын. Одан әрі іше берсе қайтем. Ол аяғын жинап, бір сөріңкіреп отырды. Одан қайтадан аяғын созып төмен жіберіп, біресе шалқайыңқырап, біресе столға жантайып, қолымен жағын тіреп,
Өмірімде бірінші рет журналистке сұхбат берейін деп тұрғаным еді. Көрмейсің бе, тіпті қалай отырарымды білмей отырмын. Бұл жолы жас қыздар секілді сыңғырлай күлді. Неден бастасам екен? Енемді сағынғанымнан бастайын. Енем дегенде ептеп ішім жылайын деді. Енесін сағынатын келіндер тек Қазақта болатын шығар. Енеңіз Алматыда тұра ма? Жоқ, қайтыс болып кеткен. Арты қайырлы болсын дедім кідіріп барып. Ол ойланып кеткендей болды да, шынымен сұхбат беріп отырғандай түрмен әңгімесін бастады. Ақыры ұйқыға ерте екен, басқа баратын жерім де жоқ. Сапарластың әңгімесін тыңдайын дедім. Алматы, сағындым, бәрін, енемді. Ол осылай дегенде әр сөзінен соң кідіріс жасап отырды. Жүзінен әділетсіз өмірдің дәлдеп атқан оғы жырым-жырым еткеннен қалған өкініш те қоздап жана алмай, бір жолата өшкен өкпе де байқалмайды. Тек шаршаңқы күй бар. Түкпір жағына картоп, бергі жағына гүл егілген үлкен ауладағы аласалау шағын тамда күйеуім, қызым үшеуміз, ал сырты ақ таспен өріліп, қызыл кірпішпен 3 қатар өрнек жүргізілген еңселі үйде енем жалғыз тұратын. Осылай деп бастады да, жанарын менің басымнан асырып әлдебір нүктеге қадап отырып қалды. Осы сәтте өз қиялында сол өзі айтып отырған аулада жүргені анық еді. Біраз отырып барып сөзін баяу жалғады. Даусындағы манағы маған зекіп сөйлеген қатқылдық жоғалып кетіпті. Арасында үйім барып жинап кетем. Үлкен үйді жинап шығу 60-тың үстіне шыққан әйелге оңай емес. 2-3 дүкені бар, коммерсант қой. Жұмыстан өле шаршап келеді. Мен үйдемін. Әрі көп шашылмайтын, кең үйді жинауда бір рахат. Біздікіндей қолың төбеге тірелетін, киім ілгіште, тамақ үстелі де, босағада қалған 2 аттап төрге жетіп баратындай емес. Кіре берісі кең, ас үйдегі жиһазының түсі де ашымды. Шағын той атқарып жіберуге болатын қонақ бөлмесі де, жатын бөлмесі де әдемі. Енемнің талғамы жақсы еді. Түс қағазын да, жабын жиһазын да үйлестіріп таңдаған. Бұл үйді қайнатам марқұм 2 жыл жүріп салдырыпты. Осы сен адам бұл дүниеден кететінін сезеді дегенге сенемісің? Солай деп айтқан мысалдарды естіген болмаса, бой жазады деп айтады ғой. Енем сол күні біртүрлі басқаша көрінген. Есімде ғой, сол күні сенбі болатын. Енем үйге асқа келді. Немересін еркелеп отырып, біз мүлдем күтпеген жаңалық айтты. Жаңа ауданды салынған 2 қабатты үйді көріп келдім. Қасында мектеп те жақын. Бәрінен бұрын моншасы мен гаражы бар. Бағасын келістім деп, бізді таң тамаша қылып. Бағасы қанша екен деді. Олы сорпа сораптап отырып, олы дегенім менің күйеуім ғой. $200,000 болады. Мәс саған, ондай ақшаны қайдан аламыз? Мемлекеттік мүлік департаментінің жай маманы болып жұмыс істейтін күйеуім үйдің бағасын естігенде шошып кетті. Тіпті сорпасына шашалып қала жаздады. 2000 жылдардың басында $200,000 деген әйел мойның қолмен сызып ысқырып қойды. Көп ақша еді ғой. Жаңа үй сатып алам деп жинап жүрген ақшам бар еді. Әкең қайтқалда 5 жыл өтті. Қашанғы бөлек-бөлек отырамыз. Бірге тұрайық. Жаңа үй өзіме ұнады. Ертең бәріміз барып көріп келеміз деді енем. Маған да бір бөлме бола ма дейді. Біздің қыз қуанып. Қызы туралы айтқан кезде әйелдің бетінде не сағыныш, не өкініш байқалмады. Болады, сенің де бөлмең болады деп қуантып қойды әжесі немересін. Мына үйді сатып алатын адамды табылып тұр. Ол кісі де балалы шағалы. Бір ауладан 200 деп жүрген адам екен. Құдай сатын салайын десе, талай жылғы еңбегім, енді бір жақсы үй шығатын кез келді. Бұлайғы кезде қаталдау, сұстылау көрінетін енем сол күні ерекше көңілдеді. Өзінен өзі мейірімді, көл-көсір болып немересіне еміреніп, ондайын байқамаушы едім рас. Ақтарылып әңгімесін айтып, немересін еркелетіп, түннің бір уағына дейін отырып, ұйқыға кеш жатты. Ертеңіне жексенбі, әншейінде ерте тұратын енем таңертеңгі шайға келмеді. Күйеуім оятуға барып есігінің қоңырауын басып, мамам әлі ұйықтап жатыр. Жұмыстан қатты шаршаған екен деп қайтып келді. Түс болуға таянғанда тағы кетіп еді, бір кезде айқайлаған даусы қатты шықты. Жанардың бет-әлпетін бағып отырған күйі бір сұмдықтың болғанын түсіндім. Шекілдеуікті бұлай алып қойдым. Ойбу, жүректен кеткен бейнеңіз? Жоқ. Енемді кілемге орап тұншықтырып, мұрнынан қан кеткенше тепкілеп, әбден қорлаған. Әйтеуір адам көретін жері жоқ. Бірнеше қабырғасы сынған. Тіпті сынған 2 қабырға өкпесіне кіріп кеткен деді ғой. Кеше ғана әдемілеп жинап қойған үйдің әптер-тәптер шыққан. Шкафтарды, комодты ақтарып, бар дүниені қопарып, астан кестеңін шығарып кетіпті. Күйеуім жан ұшырап,
Полицияға хабарлап, үйге ұры түсіп, үй иесін тұншықтырып өлтіріп кеткенін айтып жатты. Сұмдық, біздің елде осы ғой, тірнектеп еңбек етсең енді қызығын көрем дегенде ұры қарының көзіне түседі. Заңы жоқ елде қарақшылар басынған заман болды. Содан полиция келді, бізде түнде ешқандай бөгде шу естілмегенін айттық. Үй сатып алайын деп жүргенін айттыңыздар ма? Ішімнен мұның артында қара макерлер тұрау мүмкін. Жаңа ауданнан үй сатпақ болғандардың қатысы бар шығар. Кәрі әйелде ақша барын біліп жоспар құрған болуы мүмкін деп болжап қоям. Адамның қиялы жүйрік қой әйтеуір. Күйеуім полицияға шешесінің жаңа үй сатып алу туралы ойын бүгін барып сол үйді көрмекші болғанымызды айтты. Бірақ енем айтқан үй сатып алуға жинаған $200,000 ақша табылмады. Құжаттарының арасында банктен есепшот ашылғаны туралы келісім шартта болмады. Сіз ол ақшаны өз көзіңізбен көрдіңіз бе деп сұрады тергеуші. Анам өзінде сондай ақша барын айтқанда таң қалғаным рас. Бұл деген өте көп ақша ғой. Бірақ өзім ол ақшаны көргем жоқ. 2-3 дүкені бар еді. Біраз жылдан бері тірнектеп жинап жүрсе керек деп жауап берді күйеуім. Тергеу 2 айға созылды. Бүкіл таныстарынан, үй сатпақ болған адамнан, дүкеншілерден жауап алды. Коммерциялық операцияларын тексерді. Бизнестегі серіктестермен байланысты, клиенттермен қарым-қатынасы қалай болды? Бәрін сұрастырды. Біреулерден күдіктенді. Бірақ ақыр аяғында іс нәтиже бере қоймады. Сөйтіп қашанғыда істі жауып тастады десеңізші. Бізде бұл қалыпты жағдайға айналған. Мен істің солай аяқталғанына күмәнданбаған едім. Ұстады ғой. Ұстады ма? Сауап болған. Полиция жараған екен. Манағыдай емес, көңілім жайланайын деді. Енді Жанарды арақ ішеді демесең, сөзі дұрыс, түсінігі бар адамға ұқсаттым. Енемді өлі күйінде тауып алғаннан кейін 2 ай өткенде полиция бізді шақырды. Иә, сіздерді шақырғанда күдікті танисыздар ма деп сұраған шығар деп әңгімені жалғап өзімше жан бермек болып жатырмын. Әрі қанша дегенмен газеттің адаммын ғой. Оқиғаның соңы не болады екен деген әуестік алып барады. Сөйтіп енеңізді өлтірген адам табылды ма дедім шыдамай. Адам өлтіргендер жазасын алу керек деген ішімнен кіжініп қоям. Жалпы менің әңгіме тыңдағаным сондай. Сырт көзге ұстамды көрінгенмен жүрек ребрентер немесе жан түршігетін әңгіме естісем, байыз таппай кетем. Осы әдетімді қояйыншы десем де қанға сіңген мінезден арылу қиын екен. Жедел тергеушілер ұялы байланыс орталығынан телефон әңгімелерінің мәліметтерін сұратқан. Қайтыс болған адамның жақындарының да телефон номерлерінің мәліметтерін түсіріп, пәлен дерегін алды. Телефондардың сөндіріліп тұрса да 12 секунд сайын пелинг жасап тұратын білетін бедің. Мен иығымды қиқаң еткіздім. Пелингтегі мәлімет күдіктінің түнгі сағат 3-те енемнің үйіне келіп жарты сағаттан соң өзі тұратын қалаға кері шыққанын көрсетеді. Және ол кісіге шабуыл жасалып қайтыс болған уақыты да сол кезге сәйкестеніп тұр. Сонда басқа қаладан келіп, жауыз. Тұра тұрш, сөзді бөле бермей. Әңгімешім қабағын шытынды. Мен жым болдым. Болды, енді жағаласпаймын дедім. Өзіме ішімнен. Полицияны көрген бойда бейшара бұтына жіберіп қоя жаздапты. Осы кезде вагонда жарық өшті. Манадан бері баяу әндетіп тұрған музыкада тыншыды. Әйелдің әңгімесінен бе, есінете берген михым шайдай ашылып кетті. Екеуміз де қыбырсыз отырмыз. Ал енеңізді өлтірген ұры $200,000 қайтарып берді ме? Жоқ, ақша жоқ. Бәрін түгел жұмсап жіберген ме? Қысқа уақыттың ішінде қалай тез? Ақша ұрда емес деймін. Журналистпін дейсің, өзім дың мұқпайды екенсің. Сонда оралмаған болса ол ақша қайда кетеді? Миым жетер емес. Сол ақшаның қалғаны қайда кеткенін қанша жылдан бері соны ойлаумен келем. Енеңізге шабуыл жасалатын күні тағы біреу ұрлыққа түсуі мүмкін ғой. Киноларда болады, қылмыс жасалған кезде бір мезгілде 2 ұрлық болады, немесе бір адам 2 рет өлтіріп кетеді. Шамасы кешегі үй сатып алу туралы әңгіменді біреу сыртта тұрып естіген болып тұр ғой. Сол кезде терезе ашық тұрған жоқ па? $200,000 да сол алған болып тұр деп білгішсіндім. Жанар есіне балды. Оған менің болжамым түк қызық емес екен көрініп тұр. Ал шынында да үйде ешқандай $200,000 болған емес деді. Бір кезде самарқау үнмен. Қалай? Солай. Журналисей, сенде айран бар еді ғой. Мына күрішкеге құйшы. Мен айран асыр болған күйі ол айранын ішіп тауысқаныма ішімнен оқиғаның желісін болжамақ болғанымен ойыма ештеңе келер емес. Түн ауғанда қарным да аша бастады. Мана көңіл күйім болмады да үйден ала шыққан тамағымды шығармап едім. Ендігі ашып кеттім екен. Жанға қалып шақсам ба. Бір күні енемнің үйін жинап жатыр едім деп жалғады сөзін ол.
Шкафтағы киімдерді шығарып ретімен қатарластыра жинап салдым. Енем көрсе қызар адам емес, бәрін ұқыптап киеді, қымбатын бірақ алады. Одан комодтың тартпаларындағы заттарды да шығарып, ішін сүртіп қайта реттедім. Орнынан қозғап астындағы шаңын да сүрттім. Бір кезде астыңғы жағынан скотчпен жабыстырған бір нәрсеге қолым тірелді. Осы күні скотч деген бір керемет зат болды ғой. Қолданбайтын жерің жоқ. Мына елдің мылжыңын-ай, адам өстіп те әңгіме айтам екен, сағызша созып болды ғой деп отырмын. Әлгі оралған буманың пішіні сабын тәрізді, бірақ жұмсақ. Әуестік билеп ашып қарасам қағазға оралған ақша. Ақша болғанда доллар. Сен өзің доллар дегенді қолыңа ұстап көрдің бе? Жылтырап тұрады екен, иісі де ерекше. Көрдім. Айлықтарыңды доллармен аласыңдар ма? Мына ел мазақтап отырау. Айлықты доллармен алсам, мына күркілдеген пойызда нем бар? Мен ақшаны көргенде айқайлап жібере жаздадым. Есалаң болғандай ақша тұрған жерді қайта қарадым. Комодтың сырт жағына қарасаң ештеңе білінбейді екен. Алыс жағына қарасаң қатар тұрған 5 тартпаның 3-ші мен 4-ші тартпасының арасында арнайы орын қалдырылып жасырған болып шықты. Ол әңгімесін кілт үзді де жанында жатқан жастықты желкесіне қойып, аяғын созып жата кетті. Шамасы отыра-отыра белі талған болу керек. Аяқ астынан табылған ақшаның тарихы қанша қызық болса да, мен де шаршап отыр едім. Үнсіз қалғанына қарап, ұйқыға кеткен шығар дедім. Менің де әңгімеден өлген ештемем жоқ. Жатып дем алғым дұрыс. Әрі темір тордың ар жағынан оралған адамның сөзіне сенім бар ма? Манадан аузымды ашып тыңдап отырғаным рас па, өтірік пе? Оны кім біледі? Купенің дермантинмен қапталған жұмсақ арқалығына басымды тіреп қалғып бара жатқанымда оның даусынан селк еттім. Сен тергеу гипнозы дегенді білесің бе? Ол не? Өткенде біреулермен осы үшін таласып қалдық. Біздің тергеушілерге шетелдіктерге жету қайда? Олар тергеу гипнозын 40 жылдан бері қолданады дейді. Мен оған келіспеймін. Біздің тергеушілерді ақымақ дей алмайсың. Сонда гипнозы қалай жасайды? Кәдімгі экстасеанстар секілді ме? Өзімді қинап оятып алып, зейінімді әңгімеге бұрып жатырмын. Бұрын естімегесін елестете алмай жатырмын. Ол деген қалай түсіндірсем екен? Әншейінде шала шарпы білгенін тықпалап елді ғырқылатын журналистерге менің түсіндіргенім ха-ха-ха. Оның журналистерді мұқатқан сайын соған рахаттанып күлетініне үйренейін дедім. Негізгі тергеушінің алдында отырған күдікті бәрін айтады. Сырын барынша жасырады. Оның жасырып отырған ақпаратын білу үшін жаңа гипноз қолданады екен. Шетелде адам миына энграмма енгізеді дейді. Энграмма әлде басқаша аталама, әйтеуір сол кезде адамның жадындағы жасырын ақпаратты білу оңай. Бірақ бізде тергеушілердің де өз әдістері жетеді. Тұра тұрыңызшы, сіз жаңа доллар туралы айтып жатқан сияқты едіңіз ғой. Тергеушіге қалай кетіп қалдық? Әлде мен қалғып кетіп аңғармай қалдым ба? Тыңдай берсейші, осы күндігі ойласам, бізге жақсы тергеуші тап болыпты. Демек істі тәжірибесі тергеуші қараған ба? Неге міндетті түрде тәжірибелі болу керек? Жай айтам, әдетте маманның тәжірибесін бағалап жатады ғой. Жоқ, ол тергеуші жас жігіт. Енемнің өліміне қатысты істі қараған тергеушінің аты Руслан беді. Ұмытайын деппін. Осылай отырғанда мен Жанардың ешқандай мас еместігін анық аңғара бастадым. Оның ішіп отырғанын көріп отырмын. Бірақ қалай масаймайды? Әлде әйелдің өзін бақылауы соншалықты дамыған ба? Әлде манағы іштей сескенгенім арасында ішімді мұздатқан әлде бір қорқынышымда жоғалып кеткендей, болмаса менің өзіме осының бәрі қалыпты көріне бастады ма? Шаршағаннан басым ауырлай бастады. Бірақ көршім сергек қараңғы жерде оның кірпігін көріп отырмасам да, сол кірпіктердің бір қағылмай кішкене қой көздердің мен жаққа тесіліп қарап отырғанын шамалаймын. Сонымен доллар тауып алдыңыз. Ақша енеңіздікі ғой. Тыңдасайшы, не деген шыдамсызсың. Содан таңғалысымда шек болсашы. Енем осынша ақшасы бар туралы айтпаған несі? Күйеуімнің мемлекеттік қызметтен табатын ештеңеге жетпейтін. Мұздатқыш пен теледидарды несиеге алғанымызды білсе де, еш уақытта ақшалай көмектескен емес. Біз бөтенбіз бе? Бізде неге жасырған осынша ақшаны не істемек деп ішімнен өкпелеп тұрсам да, күйеуіме ақша туралы айтқаным жоқ. Бір аптадан соң тағы да үй жинаған кезде әлгі орауды жазып ішінен $100 алды. Қорқсам да сол ақшаға өзіме бірдеңелер сатып алғаным есімде. Одан кейін бірнеше рет $100 суырып кеттім. Сонда енеңіздің ақшасын ұрлап жүрсіз бе? Ят емес пе? Сөзді бөлме, ал енем ештеңе байқайтын емес. Менің де ақша алуым жиіледі. Арасында байқаста болқысының қас қабағынан сыраңдып қоям. Енді коматта жасырылған осы ақшаға жатсам да тұрсам да, мазамды алып ақыры бір күні $100 бірнеше қайтара кісі-рікістен өткізіп шығар тастай қылып орап, орнына салып қойдым.
бір қарағанда 200 мың доллардың сыры іс екенін ешкім айыра алмастай. Мәссаған, бүкіл ақша жай көшірме болып қалды ма? Әлгі ақша қалай болып кетті, өзі сіз алып кеттіңіз бе бәрін? Мен осынау ақылға сыймайтын әңгімеден шатыса бастадым. Иә, мен өзім алып кеткен ақшаны қалағанымша жаратып жүрдім. Бірақ ешкімге сезік тудырмау үшін жарқыратып киім не әшеке алған емеспін. Құрбылармен кафеге барғанмын, салонға барғанмын. Тәттілер алып жегенім болмаса, көзге түсетіндей сауда жасағам жоқ. Содан маған бұл бас қатырғыш әңгіме енді қызық көріне бастады. Көзіне тура қарағанда қарашығында бүккен сырыңмен бірге оқып үлгеретін күдіктінің ішкі әлеміне ене алатын тергеушінің аты Руслан беді. Әйел өзінен өз сұрағандай, мен қыбырсыз отырмын, ұйқым да әбден ашылған. Руслан ғой, жас жігіт, дегенмен ол адамды жақсы алдайды. Дұрыс қой, жақсы тергеуші ең бірінші алдай білуі керек. Алдағаны қалай, кімді алдайды? Өзің дымға түсінбейді екенсің, журналистпін деп қоясың. Мысалы, бір тергеуші бар, алады да күдіктіні қорқыта бастайды. Оның алдында айыпкер не қорыққанын, өз жасамаған істі мойнына алады да не арбасы психологиялық қорғанысқа көшеді. Бір жағынан тергеушілерге де оңай емес. Өмірден ала алмай қалған ақысының бәрін өндіріп алғысы келгендей шүйлігіп, қаша мойнына қойып бергенше қант ішіп, ал енді біреуі іш бауырына кіреді, жаны ашыған сияқты болып сөйлеседі, тіпті саған осы тығырықтан шығудың жолдарын ұсынады. Қойшы, оның бәрін неге айтып отырмын мыжып, бәрін алдайды, тіпті тергеуші де алдап түсіреді. Оны қалай деуші еді? Тактика дейді ғой өздері. Білмейтін адамдарға айыптау туралы заңның өзі қорқынышты емес пе? Мысалы, өзі қорқып отырған адамды қылмысын мойындату үшін қылмыстық кодекстің 5 бабы бойынша айып тағу. Осы кезде әйел оқыс күліп жіберді. Қараңғы жердегі күлкі қорқынышты еді. Өз кінәңді мойындасаңыз, іс сотқа жетпейді. Болмаса айыппұлмен немесе шарт түрде бас бостандығынан айырумен шектелуге болады десе, ештеңеден ұстатпаймын деп отырған адам өзіне тағылған айыптың ең жеңілдеуін мойындауы мүмкін. Ары қарай өзін ұстап берген байқамай қалады. Жақсы тергеушілерді жек көрем. Олардың сотқа берген кепілдіктері түкке де тұрмайды. Келіншектің тергеушілер туралы айтқанын ептеп таң қалдырған рас, тіпті кей сөздері көңілге қонатындай. Ондай тосын ойды қанша рет сұхбат алып жүрсем де естімегенімді мойындаймын. Түрме көрген адамдар заң-законды бір адамдай біледі десе, өлсем сенбес едім. Жақсы тергеушіні неге жек көресіз? Ол бәрін біліп қойды ғой. Нені? Әйел осы кезде орнынан дыбыссыз ұшып тұра келгенде, қараңғы жерде маған қарсы ұмтылғандай көрініп бір түрлі болып кеткенім-ай. Сөйтсем, ол менің тұсымда ілулі тұрған жеңіл күртесінің қалтасынан бір қорап темекісін алмақшы екен. Қалтасынан оттық алып темекісін тұтатқанда бет-аузы нарт қызыл болып көрінді. Енем келіп түскі ас үстінде жаңа үй сатып алатынын, 200 мың доллар ақшасы да дайын екен айтқанда, менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Ұрлығым ашылып қалғанда не болатынын ойша елестетіп, жаным шырқырап кетті. Зәрем ұшқан күйі кеште күйеуімнің шайына ұйықтататын дәрі салып бердім де, немеренің шегіме телефон шалдым. Осындай жоспар бар, тез жет. Немене? Әңгіменің ауаны қалай өзгеріп бара жатқанын аңғарып, осы сәтке ышқындым ба, даусым қатты шығып кеткенін өзімде байқамадым. Сонда сіз енеңізді өлтіруге тапсырып бергенсіз бе? Тыс, не айқайлайсың? Ел ұйықтап жатыр емес пе? Тыныш тыңдауға болмай ма? Әйел менің өзіме дүрсе қоя берді де, енді сыбырлай сөйледі. Ол сөйлеген сайын қалтырап тоңа бастадым. Өзім қалтырап отырып, оның енесіне көз алдында елестетпекші болдым. Байқұс-ай, қандай адам екен. Жаңа ғана келіні оны дүкен ұстаған еңбекқор демеп педі. Үйін жайнатып қойған талғамы жақсы деді. Киімі үйлестіріп киетін айтты. Немересін еркелетіп, тапқан таянғанын жинап, ұлы мен келінін қолына алып бірге тұрмақ болған ана. Сормаңдай әйел. Сондай адамға да опасыздық жасауға бола ма? Басым дыңылдап кетті ме-ау? Әлде мына әйел осының бәрін ойдан шығарып отыр ма? Шынында шын сөзі қайсысы, өтірігі қайсысы екенін айырып болмайтын суайт адамдар да болады. Мына әйелде тар жерде өзінше ермек тауып, менің жүйкеммен ойнап отыру мүмкін ғой. Осылай ойлағаным өз ішімді тыныштандыруға аздап болса да жарағандай. Ана ақша десе кісі өлтіретін туысыным менің бар алғаным $1300, әпкем одан артық төлеген жоқ. Мен тапсырысты орындап шығып келе жатқанда есік табалдырығына қалдырған, сол ғана, басқа ақша көрмедім деп жауап беріпті. Тергеуші менен алған ақшаның қайда екенін сұрады. Қымбат алтын не бриллиант сатып алмағаныма, шетелге шықпағаныма сендіре алсамшы. Тіпті қауіпсіздік комитеті жемқорлыққа қарсы агенттік дейме, солар қатысып мен сектада тұрам ба? Болмаса үшінші біреу қысым жасап ақшаны соған бердім бе? Бәрін қалдырмай
тексеріп итімді шығарды. Қараңғы жерде сыбырлай сөйлеген әйелдің түрмеден отырып келгені, өзінің туған енесінің көзін құртуға тапсырыс беріп күйеуінің анасын өлтірткені санама жеткен бойда бойымды билеп алған қорқынышым ұлғайып бара жатты. Жолсеріктің есігін қағып таң атқанша соның бөлмесінде бола тұрған дұрыс. Өз енесіне сондай қастық істеген адамнан бәрін күтуге болады. Темір тордың ар жағында отырып санасы, ойы, жүйкесі бұзылған адамның есі дұрыс болмауы да мүмкін. Менің бір қылығымда, сөзімде ұнамай қалып түн ішінде қылғындырса қайтем. Менің ішім манағыдан да тоңазып қалтырай бастады. Қайдағыны қайдан тап болғанымды көрмеймісің? Журналистпін деп не бар еді? Орнымнан тұрып сипалап аяқ киімді іздедім. Жолсеріктен бос орын сұрап көрем. Қайда барасың? Әжетханаға. Қойей, деді ол қараңғыда, мырсылдай күліп. Осы сәтте ол көзіме қорқынышты кинолардағы сиқыршы мыстан болып елестеді-ау. Әжетханаға барып келейін қазір. Отыр, ешқайда бармайсың, деді ол қатуланып. Сөздер оның тістерінің арасынан ысылдай естілді. Журналистпін дейсің, қорқақ екенсің ғой. Қорқып жатқан жоқ, кімнен қорқам? Қоя берші. Сендім, ар жағын тыңдамайсың ба? Сонымен мен сотталып кеттім. 17 жыл берді. Ана сұмырайға 20 жыл. Осы жылдар ішінде сол $200, қалған ақша қайда кетті, кім алуы мүмкін деп ойланумен болдым. Сонда сіз дегеніңізге өкінбейсіз бе? Енеңіздің не жазығы бар? Ана жігіт те босқа сотталып кетті. Енем, кейде өкінішіңді біреуге айтқың келеді екен. Медициналық сараптамада ол кісінің сырқат екені анықталды. Онсыз да көп күні қалмаған екен ғой бейшара енемнің. Осы кезде әйелдің даусы өзгеріп, танауы бітіп, тамағын жөткіріне бергенін байқадым. Ал ана жігіттің өзіне сол керек, оны тыңдағаным бекер емес еді. Осы жоспарымды айтқанда ол тіпті шошығанда жоқ. Мен де толқып қалай қабылдайды, біреуге айтып қойып масқара болам ба деп ойлаған емеспін. Себебі мен оның қаныпезерлігіне сендім. Оның адам ретінде құны жоқ екенін біреуге қастық қылуы керек болса, шімірікпей ішкі түйсікпен сезінетінмін. Ал былай қарасаң тып-тыныш, өзімен өз жүрген адам, тіпті тышқанның мұрнын қанататын адамға ұқсамайды ол. Бірақ бала кезде оның өз бетімен жүрген ит пен мысықты ұстап алып асып ойнайтын талай көргем. Өзі соған қарап тұратын. Ол кезде көзінде бір масайраған, әлде бір жеңіске жеткендей сәттік қуаныштың ұшқынын байқайтынмын. Бала кезінде өгей әкесінен, оның інілерінен көп зәбір көрген бала ғой. Ақыры боларыс болды. Менің қате жасағаным сол сүмелекті шақырмай-ақ парафиликтермен келісуге де болады екен ғой. Көзің бақырайып, парафилик деген не екен деп ойлап отырсың ба? Ол танымайтын адамды ұрып-соғып, зорлап өлтіріп кететін, содан ләззат алатын адам. Сендер журналистер оларды көше бұзақылар деп жатасыңдар. Сендерге салса бәрі жай ғана ерігіп жүрген бұзақы. Дымды да білмейсіңдер ғой сендер. Титтей де қайраты жоқ қауқарсыз ашудан басым ауырып, шекем солқылдай бастады. Ол ақшаның бәрін жұмсалуы мүмкін емес. Меніңше оны біреу алды. Бірақ кім екенін білмеймін, деді әйел, ұйықтап бара жатып. Апырай, мына әйел жасаған қылмыс үшін еш өкінбейтіні ме? Осыншалық залым адамдарды Құдай жаратады-ау. Жоғарыдағы орныма көтерілуге бұдан ары зауқым соқпады. Егер қазір жатсам ұйықтап қалатыным анық. Мынандай адамның қасында ұйықтауға болмайды. Мынандай адамның қасында түні бойы отырып, бір ауаны жұтқанның өзін айтсайшы. Қарадан қарап жүрегім айнып, енді болмаса лоқсып жүретін сияқтымын. Уланып қалдым ба? Пысылдап ұйықтап кеткен әйелдің кешеден бері арағы көмейімен сасыған жуынды болып қайта шығып, бөлмені күлімсі иіс жайлап алған еді. Сыбдырсыз қозғалып дәлізге шықтым. Бұл жер әлдеқайда жақсырақ екен. Терезеден қарауытқан дала жанды құлазытқандай көңілсіз, көне болып көрінді. Қаба сақал еркек қасымнан өтіп бара жатып, әлденеге дегендей болды. Тезірек таң атса екен. Сонна Айокконың Синева небес кітабы туралы ойладым. Қылмыскер өзіне ұнамаған адамдарды түрлі амал айламен бір-бірлер жоқ қылып отырады, және мұны қылмыс деп есептемейді. Керісінше, қоғамды нашар адамдардан тазартып жатырмын деп ойлайды. Өзі осы ойдың дұрыстығына еш күмәнданбайды. Шынында да сол құрбандардың арасында сот жазасынан тайқып кеткендерде жазықсыздар да бар еді. Авторлар осындай кітапты не мақсатта жазады екен? Қылмысты көбейту үшін бе, әлде адамдар жауыздықтан сақтану үшін бе? Егер мен осы пойыздағы мазасыз түн туралы жазасын өтеп шыққан әйелдің айтқанын жазсам, нені мақсат етер едім? Бір рет қана оқылатын әңгіме болып қалатын болса, оны жазудың не қажеті бар? Бұдан әрі мен уақыт өткізу үшін әйелдің айтқандарын қайра еске түсірдім. Бір сәт оның әңгімесі түп-түгел өтірік сияқты көрінді. Есі дұрыс адам күйеуінің шешесіне
сондай сатқындық, опасыздық жасай ма? Сөзіне қарасан, енесімен тату болғандай, әй өтірік шығар. Бірақ көпеге кіргеніне қарап отырғаны, сені бір жерден көрдім деп сендіргені таң қаларлық. Бірнеше жыл бұрын республикадағы бірнеше түзету мекемесіне сапармен барған едік. Біз барғанда Петропавлдағы түзету мекемесінде алтын көз мерекесі өтіп жатқан. Өз үйінде баласының сабағын қарап, күйеуіне шай құйып отыруға тиіс әйелдің түрме сахнасында мәз-мейрам болып ән салып, билегенін көріп жүрегім сазып кеткен. Іс тігіп тапқан айлығын жәбірленуші алдындағы өтемақысын өтеп жатқан әйелдердің арасында мас күйде қызына ерегісіп, туған жиенін отқа салып өртеп жіберген кемпір де болған. Мойнына ақша мініп, сол ақшадан пайда көрмей өз сөздер жазасын өтеп жатқандар да мас болып сабайтын күйеуіне 20 жыл шыдап келіп, ең соңында ашу үстінде оны өлтіріп алған әйелдің бірнешеуімен сөйлесуге рұқсат берілген. Олардың көзіндегі еш уақытта айықпас өкінішті көріп, қылмыскер болса да тезірек босап шығып, балаларымен қауышса екен дейсің. Бірақ солардың арасында бидай өңді, көзінің асты көгіс тартқан осы әйелді көрген, көрмегенім есімде қалмапты. Мұндай адамдардың есте қалмағаны да жақсы. Таң бозара бастағанда жолсеріктің орнының бергі жағындағы купе ашылып, әуелі қампайып қарын көрініп, артынша жалтыраған бас шықты. Ер адам күркілдеп жөтеле береді. Әдетте мұрнын құрт жегендер ерте тұрады ғой. Тәлтіректеп басып, тамбурға беттеген оның ізінен шылымның исі келіп жатты. Енді бірер сағатта Алматыға да жетеміз деп қуандым. Пойыз рельсті ұрғылаған сайын жүрегім де қаттырақ соғатын секілді. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Жадыра Шаммұратова. Әңгіме ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.